Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Бүгін мен сіздермен банкада піскен өте дәмді қуырдақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Маған қажетті етті алдын ала дәл осылайша ірілеу етіп турап алған болатынмын. Одан соң көкөністерді жуып, тазалап, дәл осылай әдемілеп турап алатын боламыз. Пышақпен де турай берсеңіздер болады. Достар, егерде менің осы видеомды пайдалы деп тапсаңыздар, онда төмендегі поделиться батырмасын басу арқылы өздеріңіздің достарыңызбен немесе құрбыларыңызбен бөліссеңіздер болады. Менің видеомның таралуына өз үлесіңізді қосып жіберіңіз. Барлық көкөністерді дәл осылайша турап дайындап алдым. Келесі кезекте банкаларды жуып тазалап, оған ең бірінші етті, одан соң пиязды, барлығын кезекпен кезек әдемілеп тығыздап саламыз. Және де достар, мені арнамда көптеген мастер-класстан алынған рецепттер бар. Барлығы да тексерілген, бір жасағаннан ақ сәтті шығатын рецепттер. Сондықтан да мені арнамда жіберіп алмай, тіркеліп қойыңыздар. Төмендегі колокольчик батырмасын басатын болсаңыздар, арнамдағы жаңа рецепттерді бірінші болып көретін боласыздар. Күнделікті дайындап жүрген қуырдақтан дәмі өте ерекше, керемет болып пісетін дәл осы банкада піскен қуырдақты сіздер де дайындап көріңіздер. Төмендегі комментарий бөліміне өздеріңіздің қалаған рецептеріңізді жазсаңыздар болады. Мен де сіздердің рецептеріңізбен жасап көретін боламын. Банканың жоғарғы бөлігіне қызанақты, одан соң дәмдеуіштерді өзіңіздің қалауыңызша татымына қарай саласыздар. Және де біздің қуырдаққа өте ерекше дәм беру үшін аскөк пен сарымсақты да қосып жіберуді ұмытпаңыздар. Барлығын толығымен салып болғаннан кейін банканың беткі бөлігіне сары майдан аз ғана мөлшерде салып жібереміз. Барлығын салып болғаннан кейін банкаларымызды жабамыз. Одан соң қазанымыздың төменгі бөлігіне майлықтан саламыз да су құйып, банкаларымызды салып, 2,5-3 сағаттай пісіретін боламыз. Осы жерде біздің тағамымыз өте дәмді, бұлжырап, керемет болып пісетін болады. Қазаның беті толығымен жабылып тұру керек. Мен толығымен жабылу үшін қайнағаннан кейін дәл осылайша көлемі сәйкес кастрөлді кигізіп қойған болатынмын. Мінекей достар, біздің тағамымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет, иісі бұрқырап, мұрын жаралықтай болып, дәмді болып піскен болатын. Сочный, керемет. Дәл осы қуырдақтың рецептісімен сіздер де жасап көріңіздер. Мен сіздермен тағы да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді арнамда күтетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.